Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі болып көтерілетін, дәмі өте ерекше болып шығатын банановый кекс жасаймыз. Видеоның соңына дейін қарап лайк басып, комментарий жазыңыздар, каналға жазылып алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін алдымен осылай жұмыртқаларымызды салып аламыз. Одан соң оны венчикпен араластырамыз. Бұл кекстің жасалуы өте тез, қарапайым, ешқандай қосымша ыдыстарды қажет етпейді, миксер деген секілді, тек қана осылай венчик болмаса, тіптен вилкамен араластырсаңыз да болады. Жұмыртқаның үстіне қантты қосып екеуін араластырамыз осылай. Кішкене көпірши бастаған кезде үстіне пищевая сода немесе разрыхителімізді салып араластырамыз. Одан соң еріген сары майымызды саламыз, құямыз точнее. Сөйтіп бір текті массаға дейін араластырамыз. Одан соң бананымызды осылай бөлек ыдысқа езіп аламыз. Әдемілеп езіп алыңыздар. Комок болса да ондай қатты ештеңе қылмайды. Міне, езіп алғаннан кейін үстіне бана дайындап қойған жұмыртқалы массамыздың үстіне бананымызды саламыз. Одан әрі қарай венчикпен немесе вилкаңызбен араластырып шығасыз. Бананды кішкене ұнтақтасаңыздар да болады. Если блендер болса, блендерден өткізіп алсаңыз болады. Одан соң ұн қосамыз. Мен барынша қарапайым қылып көрсетуге тырыстым, блендер болмаған кісілер болса. Осылай барлық ұнымызды араластырып аламыз. Бананның кусочкі болып тұрғанның өзі ерекше дәм береді мұнда. Одан соң орехтарымызды саламыз. Менде греческий орех, арахис және де миндальный слайсы дейді ғой. Сізде де қандай орех бар, бәрін қолдансаңыз болады. Осылай барлық қоспамызды араластырамыз. Бір текті масса болғанға дейін. Біздің тестіміз дайын. Енді ең бетіне қоятын бананымызды, бір бананды осылай бөліп аласыздар ортасынан. Одан соң табанның астына пергамент қағазын төсейсіздер. Мен әдемі болу үшін осындай 4 бұрыш табақ қолдандым. Сіздер үйлеріңізде торт жасап жүрген, пирог жасап жүрген домалақ табаларыңызды қолдансаңыздар болғаны. Кішкене биік болғаны дұрыс, себебі бұл тесті одан сайын көтеріледі қазір. Осылай тестімізді құйып, жан-жағына жайып шығамыз барлық жерге. Одан соң бетіне бананымызды саламыз. Осылай ортаңғы бетін жоғары қаратсаңыздар, пісіп болғанда өте әдемі көрінеді. Одан соң бетіне әдемілік ретінде мен миндальный слайс қостым. Сіздер қандай да бір орехтарыңыз болса салсаңыз болады. Кексімізді 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Осындай қызарғаннан кейін плитаның астын өшіріп, бірден алмаңыздар, 15 минутта ішінде тұрсын. Одан соң ала берсеңіз болады. Міне астында пергаментен өте тез алынады. Бізде кексіміз дайын, өте дәмді, ерекше болып шығады міне осындай. Сіздің бар болғанда 5-7 минут қана уақытыңызды алатын, осындай кез келген қонақтың алдына ұялмай қоятын кекс. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.